Баршаңызға сәлем, қайырлы күн болсын, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге Наполеон деп аталатын торттың оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Наполеон торттын көп кондитерлер бөлісе бермейді. Мені жоғалтып алмас үшін ең алдымен YouTube каналыма тіркеле кетіңіз. Рецептін описание бөліміне қалдырып кетемін, яғни осы торттың аты жазылған жерді бассаңыз, описание бөлімі ашылады. Сол жерде Наполеон тортының толық рецепті жазылған. Наполеон торттын мен ұсынған рецептпен жасасаңыз, бір жасағаннан-ақ сәтті шығады, және де шаймен ішкенде тез жеуім кететін торттардың бірі. Ендеше Наполеон торттын бастайық. Ең алдымен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Бұл міндетті. Ендігі кезекте сары майымызды пышақтың көмегімен майдалап турап шығамыз. Неліктен сары майды майдалап турау керек десеңіздер, сары майымыз ұнға тез бірігуі үшін. Достар, сіздердің сары майларыңыз тоңазытқышта болатын болса, пышақпен турауға келмейтін болса, онда арнайы сәбіз салат жасайтын терканың көмегімен турасаңыздар да болады. Сол кезде өте майда болады және де ұнға тез бірігеді. Мендегі сары май бөлме температурасында болғаннан кейін оңай пышақпен кесіліп жатыр және де бұл ұнға тез бірігеді, себебі бөлме температурасында болғандықтан. Келесі кезекте шұңқырлау ыдысымызға суымызды құйып, үстіне жұмыртқаны салып, жұмыртқамыз толықтай суға біріккенше, ағарғанша венчикпен бірнеше минут көлемінде араластырамыз. Сосын жаңа сары май салынған ұнымызды таза қолымызбен үгітіп, яғни сары майымыз ұнға біріккенше қолымызбен мұжамыз. Сосын үстіне жаңағы сумен жұмыртқа қосылған массамызды құйып, қолға жабыспайтындай етіп, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Достар, айтпаппын ғой, жаңағы сумен жұмыртқа қосылған ыдысымыз неге шұңқырлау болу керек десеңіздер, жұмыртқамыз оңай суға бірігіп, ағарып көбігі шығу үшін шұңқырлау ыдыс болуы керек. Шұңқырлау ыдыс болмаса, кәдімгі табақтарда бола береді. Достар, Наполеон тортының қамырын илеп болғаннан кейін 10 минут көлемінде демалдырамыз. Демалған қамырларымызды видеода көрсетілгендей бірнеше бөліктерге бөліп, зоғалар жасайтын боламыз. Зоғала дегеніміз, яғни қолымыздың көмегімен домалақтап шығамыз. Қамырларымыздан зоғала жасап болғаннан кейін оны да 10 минут демалдырамыз. Егер де сіздер зоғала жасап сразу жаятын болсаңыздар, қамырларыңыз қаттылау болады. Ал егер де 10 минут демалдыратын болсаңыздар, қамырларыңыз жаятын кезде оңай әрі тез жайылады. Біздегі қамырлар 10 минут демалды, яғни бөліктерге бөлінгеннен кейін ендігі кезекте оқтауымыздың көмегімен жұп-жұқа етіп қамырларымызды жаятын боламыз. Достар, Наполеон тортының қамыры міндетті түрде жұп-жұқа болуы керек. Қамырларыңыздың жұқа болуына міндетті түрде назар аударыңыздар. Егер де қамырларыңыз қалың болып қалған жағдайда, ортасы көтерілмей, қалың болып, Наполеон тортының оригинал рецепті шықпайды. Сондықтан да барынша қамырларыңызды жұқа қылып жаюға тырысыңыздар. Өздеріңіз көріп тұрсыздар видеодағыдай. Ендігі кезекте жайылған қамырларымызды алдын ала қызып тұрған печкаға 200 градуста 5-10 минут көлемде саламыз. Әркімде пеш әрқалай, сондықтан да барынша печканың жанында тұрыңыздар. Сіздердің Наполеон тортының қорждары күйіп кетпесін. Наполеон тортына кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Мендегі крем сары май мен сгущенка қосылған крем болады. Екеуі де бірдей температурада болуы керек. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болуы міндетті. Егер де холодильникте тұратын болса, яғни тоңазытқышта жаңағы сары май сгущенкаға бірікпей дұрыс крем шықпайды. Сондықтан да сгущенка мен сары май бөлме температурасында тұруы керек. Екеуін де миксермен жақсылап араластырып, әдемі крем дайындаймыз. Крем дайындап болғаннан кейін піскен қорждарымызды жинақтаймыз. Өздеріңіз видеода көріп тұрсыздар, қалай жинап жатқандығында. Кремдердің барлығын жағып болғаннан кейін қолымызбен осылай басамыз. Қолымыздың көмегімен Наполеон тортының бетін тегістейміз. Келесі кезекте пышақтың көмегімен Наполеон тортының шеттеріндегі артылған қамырларды кесіп аламыз. Мендегі торттың формасы 4 бұрыш болып шығады. Осы артылған қамырларды қолымызбен мұжып алып,
Наполеон тортының бетіне, шетіне орналастырамыз. Достар, өздеріңіз видео көргендей, біздің Наполеон тортымыз дайын. Бұл торт менің ең сүйікті, жақсы көретін торттарымның бірі. Маған Наполеон торты қатты ұнайды. Сіздер де мен ұсынған рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ сәтті шығады. Достар, қараңыздаршы, ортасы қандай әдемі, нәзік, қатпарлы болып шықты. Сіз әрине дәмін көрмей білмейсіз деп ойлаймын. Сол үшін де мен ұсынған рецептпен жасап көріңіз. Сізге торт жасауға сәттілік болсын. Достар, көбісі менің рецепттерімді YouTube каналыма тіркелмей қарайды екен. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар.